Салқын тиіп немесе аздап қана ауырыңқырап тұрған сәтте дәріханаға жүгіріп барып ақшаның бәрін шашып дәрі ала берудің өзі дұрыс емес. Қазақта дәрі шөптен шығады, дана көптен шығады деген сөз бар. Емдік шөптерді орынды пайдаланса, көп ауруға ем болады. Иә, бұл жерде орынды деген сөзге ерекше мән беріңіз көрермен. Шатастырып алып жүрмеңіз, өзіңіз естіп жүрген ит мұрын, қалақай, долана, түймедақ сынды шөптердің қандай пайдасы бар, білесіз бе? Емдік шөптер ықылым заманнан жанға шипа, олардың көп дертке ем екенін халқымыз ежелден білген. Ендеше біз бүгін сол дәруменге толы өсімдіктерге тоқталып, емдік қасиеттерін айтамыз. Итмұрын. Бұл өсімдік тұнбасын дайындау үшін бір уыс итмұрынға 1 литр қайнаған су құйып 10 минуттай тұндыру керек. Содан кейін күні бойы ішкен дұрыс. Тұнбаны емаль немесе әйнек ыдысқа тұндырған әлде қайда пайдалы. Итмұрын с дәруменіне өте бай. Ағзадағы артықшылықтан арылуға көмектеседі. Суық тигенде қан аз болса, бүйрекке тас байланғанда жидек тұнбасының көмегі зор. Долана. Бұл фильмді көргендер долананың пайдасы қандай екенін жақсы біледі. Бірақ өсімдікті тұндырғанда мөлшерін білу керек. Өйткені көп тұндырып қойсаңыз, зияны тиіп кетуі мүмкін. Мысалы, 3 ас қасық долана мен оның гүліне 3 стақан қайнаған су құйып 2 сағат тұндыру керек. Дайын болған тұнбаны басыңыз айналғанда, жүрегі ауырса және тыныс тарылғанда күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын ішіп тұрған жөн. Шырғанақ құрамында орта есеппен 45% аскорбин қышқылы, алма қышқылы, каротин, ксантофил, Е, В1, В2 дәрумені бар. Асқазан ауруларына ем. Сондай-ақ шырғанақ майын түрлі тері ауруларын емдеуге қолданатынын бәріміз білеміз. Медицинада өте жоғары бағаланады. Дәруменге толы емдік қасиеті бар шөптердің бірі қалақай. Көбіне сұлулық индустриясында танымал. Қалақай тұнбасымен шашты жуса қалыңдайды және жұмсақ бола түседі. Өсімдіктің құрамы ақуыз, К, С, В дәрумендері, минералды тұздар және әртүрлі органикалық қышқылдарға бай. Түймедақта медицинада пайдасы дәлелденген шөп дәрі. Ұйқы қашқанда, іш түйіліп ауырғанда 1 шай қасық түймедақ гүлін 1 стақан қайнаған суға тұндырып, бал қосып ішсе ұйқы реттеліп, таңертең серге оянасыз. Жалбызды шайға қоссаңыз, хош иісі мұрын жарады. Тіс ауырғанда оның құрамындағы ментол ауруды басады. Жалбыздың бас сақинасын емдейтінін көбі біле бермейді. Мұндай кезде жалбыз жапырағымен маңдайды сүртсе ауру басылады. Сондай-ақ жалбыз суық тигенде тыныс алуды жеңілдетіп, ем шарасын жеделдетеді.